Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Әйтеке би атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Стаханова Сандуғаш Құрманбековнамын. Мен сіздерге бүгін қазақ тілі пәнінен сезім мүшелері туралы не білемін? Я әрпінің жазылуы тақырыбында сабақ ұсынамын. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Бүгінгі тақырыбымыз сезім мүшелері болғандықтан, біз дүниетану сабағынан алған білімімізді еске түсірейік. Балалар, суреттен не байқап тұрмыз? Қандай сезім мүшелері бар екен? Дұрыс балалар, суретте құлақ, көз, тері, тіл және мұрынның суреттері берілген екен. Бұлар адамның сезім мүшелері. Бұл сезім мүшелері қандай қызмет атқарады? Еске түсірейікші балалар. Жарайсыңдар. Тері сипап сезу мүшесі екен. Құлақ есту мүшесі, тіл дәм сезу мүшесі, көз көру мүшесі, мұрын иіс сезу мүшесі. Балалар, осы сезім мүшелерінің қызметін үнемі есте сақтаймыз. Бүгін сендерге дене мүшелерінің таласы атты мәтінді оқып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып, былай депті: босқа дауласпаңдар, адам үшін бәріңнің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса, адам ести, көре және ауа жұтып, иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер. Балалар, мәтін сендерге ұнады ма? Яғни адамға барлық дене мүшелері қажет екен. Осы мәтінде қай дене мүшесінде я әріпі бар? Дұрыс балалар, аяқ сөзінде я дыбысы бар екен. Я қандай дыбыс? Жарайсыңдар. Я дауысты дыбыс. Олай болса, аяқ сөзінің жазылуы мен айтылуына мұқият назар салайық. Жазылуында аяқ сөзі 3 әріптен тұрады екен. Айтылған кезде балалар я әрпінің орнында и, а дыбыстары жазылып тұр екен. Олай болса, сөзде и, а дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына я әрпі жазылады. Мысалы, мая, сая, таяқ. Өздерің қайталап айтып көріңдерші.
Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде бағанның бірінші бөлігіне сұрақ, екінші бөлігіне жауаптар жазылған. Біз әр сұрақтың жауабын тауып, сәйкестендірейік. Мен қазір сұрақты оқимын, сендер жауабын табуға тырысыңдар. Жарай ма, балалар? Екі көзің не үшін керек? Дұрыс, балалар, жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Тамаша, елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керек? Жарайсыңдар, туған жерге қайту үшін. Осы жерде аяқ сөзінің жазылуын есте сақтайық. Жасырын сөздер ойынын ойнайық. Бұл жерде әріптер берілген. Осы қатардағы әріптер арасынан біз я әрпі бар сөзді табуымыз керек. Ендеше жасырынған сөздерді іздейік. Таптық па, балалар? Олай болса, жауаптармен таныс болайық. Бірінші әріптер қатарында шаян сөзі жасырынып тұр екен. Екінші қатарда тұяқ сөзі. Үшінші аялдама. Төртінші қатарда қия. Бесінші қатарда сия сөздері жасырынып тұр екен. Бұл берілген 5 сөзде қандай ортақ қасиет бар? Жарайсыңдар, балалар. Барлық сөзде я дыбысы бар екен. Осы сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырайық. Берілген сөздер жазылуы көрсетіп тұр. Енді айтылуын дыбыстап көріңдерші. Тамаша. Балалар, сөздерде я әрпі жазылғанмен, айтылған кезде я дыбысының орнына біз и, а дыбыстарын естиміз. Дәптерімізді ашайық. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Сөйлемдер бас әріппен басталып жазылады және соңында нүкте қойылады. Сөйлемде қай сөздер я әрпімен жазылған? Дұрыс, балалар. Балқия және аянның деген сөздерде я әрпі бар екен. Балалар, жазған кезде әріптерді таза, әдемі етіп жазуға тырысайық. Неше сөйлем берілген екен? Дұрыс, 3 сөйлем берілген. Және я әрпі бар бізде 2 сөз екен. Я әрпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрғанын айтайық. Дұрыс, балалар. Я әрпі и, а дыбыстарының орнына жазылып тұр екен.